Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен макарон с пирожныйларын жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Менің сүйікті пирожныйларымның бірі. Сіздермен оңай бір жасағаннан шығатын рецептпен бөліскім келеді. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен електен қант ұнтағын өткізіп аламыз. Үстіне електен өткізілген миндаль ұнын қосып, екеуін біріктіріп араластырамыз. Енді итальяндық меренганы дайындаймыз. Ол үшін ыдысқа су құйып, үстіне қантты саламыз. Ортаңғы отта араластыра отыра қайнатамыз. Сироп қайнап жатқанда ыдысқа жұмыртқаның ақуызын салып, үстіне шым-шым лимон қышқылын қосып дайындап аламыз. Сироп 115 градусқа жеткен кезде ақуызды миксермен араластырып бастаймыз. Өте қатты жылдамдықта пенка болғанша араластырамыз. Сироп 118 градусқа жеткенде оттан алып, сиропты өте аздан құя отыра миксердің ортаңғы жылдамдығында араластырамыз. Одан соң ең жоғары жылдамдыққа қойып, меренгамызды 30 градус суығанша миксерлеп араластыруымыз керек. Шамамен 5 минут көлемінде араластырамыз. Құрғақ ұнымызға жұмыртқаның ақуызын салып, араластырып паста жасаймыз. Содан соң пастамызға меренгамызды 2-3 бөліп салып, бір келкі болғанша араластырып отырамыз. 4-5 минуттай жақсылап араластырамыз. Біздің массамыз дайын болды. Осылай лопатадан лента тәрізді ағып тұруы қажет. Енді оны кондитерлік қапшыққа салып, тефлоновый ковриктің үстіне домалақ қылып салып шығамыз. Бір келкі болып шығу үшін диаметрі 8 мм немесе 1 см насадканы қолдансаңыздар болады. Беті тегіс болу үшін және артық ауасын шығару үшін столға бірнеше рет ұрып шығамыз. Одан соң бөлме температурасында 15-20 минутқа қойып қоямыз. Менде бөлме температурасында 20 минуттай тұрды, беті осылай қатуы керек. Духовканы максималды 250 градусқа қыздырамыз. Қызған соң духовканы өшіріп, макаронсты 10 минутқа салып қоямыз. Мінекей біздің макаронымыз дайын болды. Ковриктан бірден алмай, 1 сағат суыған соң ғана аламыз. Енді ортасына қосатын кремді жасаймыз. Ол үшін сары майға қант ұнтағын қосып, миксермен жақсылап араластырамыз. Одан соң үстіне сүзбелі ірімшікті қосып, миксермен тағы да жақсылап араластырамыз. Дайын болған кремді кондитерлік қапшыққа салып, макаронстың ортасына салып шығамыз. Дайын болған макаронсты контейнерге салып, тоңазытқышқа кемінде 3-4 сағатқа салып қоямыз. Біздің макаронсымыз өте дәмді болып шығады. Қазір ортасын кесіп көрсетемін. Кремі сіңіп, ортасы өте жұмсақ, дәмді болып шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Жаңа рецепттерді жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.